Канеки, бирге тауып көрейікші. 1, 2, 3. Қандай тағам деп ойлайсыздар? Әрине, қыстық салат. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сәбізбен алмадан жасалатын икра салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Құрметті көрермендер, жасалу жолы оп-оңай, өте дәмді шығатын алмамен осындай сәбізден жасалатын икра дейді, приправа дейді, осындай қыстық салатты жасап алуға кеңес беремін. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын парақшама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін алма мен сәбізден жасалатын икра үшін қажетті көкөністердің барлығының мөлшерін төменде описанияға жаза кетемін. Енді алма мен сәбіз деп айтқанмен, бірақ та қосымша өзге де көкөністер қызанақ, қызыл бұрыш, сарымсақ, мінекей ащы бұрыш, кинза, укроп дегендей көкөністер қажет болады. Барлығын алдын ала турап, енді ет тартқыштан өткізетін боламыз. Ең алдымен қызанағымызды өткізіп аламыз, одан кейін сәбізімізді, мінекей бөлек-бөлек осылай мінекей қызыл бұрышымызды, одан кейін сарымсақ пен ащы бұрышты бір ыдысқа өткізіп алсаңыздар болады. Енді алмамызды дайындап аламыз. Мінекей осындай алма кесетін құралғының көмегімен алманы кесіп алдық. Осы құралғы өзіме қатты ұнайды. Мысалы, пирог, шарлотка болсын пісіретін кезде дәл осы құралғының көмегімен тез-тез осылай алманы тазалап, кескенге ыңғайлы етіп турап алып жатамын. Енді қазір біз ет тартқыштан өткізетін боламыз. Мінекей алмамызды 1,5 килограмм дайындап алдық, ет тартқыштан өткіздік. Осылай икра жасауға қажетті көкөністерді алдын ала ет тартқыштан барлығын өткізіп дайындап аламыз. Енді ет тартқыштан өткізілген алмаға лимон шырынын кішкене қосып жатырмыз. Неліктен деп ойлайсыздар? Себебі аршылған алманың түсі қарайып кетпес үшін осындай лимон шырынын қосып жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала қыздырылған қазанға майымызды құямыз. Одан кейін қатты қызған майға бірден аудара салмаймыз, қауіпсіздік ережесі үшін. Өйткені қолымыз күйіп қалуы мүмкін, май шашырап кетуі мүмкін. Сондықтан шөміштің көмегімен бірінші бір шөміш салып, осылай біртіндеп салып аламыз. Қызанақты бәсеңдетілген отта 10 минуттай қайнатамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, 15 минут қайнататын боламыз. Одан кейін мінекей қызыл тәтті болгар бұрышын саламыз, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне лавр жапырағын саламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Қант, тұздың мөлшерін барлығын төменде описанияда жазат кететін боламын. Мінекей жақсылап араластырамыз, дәмін көреміз. Егер тұзымыз аздау болса, онда тағы да қосымша тұз қосып жақсылап мінекей араластырамыз. Икрамызды өте баяу бәсеңдетілген отта қайнатамыз. Қазандағы икрамыз жаймен қайнап жатқанша енді алдын ала жуылып дайын тұрған көк шөбімізді мінекей майдалап тураймыз. Шинковать етіп өте майдалап турап шығамыз. Кинза мен укропты сіздер қалауларыңызға қарай өздеріңіз қалаған көк шөптеріңізді қоссаңыздар болады. Қызанақты 10 минут қайнаттық. Енді сәбізбен қызыл бұрышты 15 минуттай қайнаттық. Одан кейін мінекей алмамызды саламыз. Алмамыздан әдемі аромат шығу керек, аромат береді. Ол 10 минуттай қайнағаннан кейін мінекей сарымсақ пен ащы бұрыш, острый перецтің қоспасын қосып, жақсылап араластырып, бірден осылай жаңа туралған көк шөбімізді салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін кішкене ғана қара бұрыш қосамыз. Енді сәл ғана осылай паприка қосып жатырмын. Өте дәмді шығады. Қара бұрыш, паприка. Қазір енді біз корица қосатын боламыз. Корица осы специялардың барлығы бір өте дәмді, ерекше кәдімгідей дәм беретін болады. Өте көп емес, азғантай мөлшерде. Егер корицаны ұнатпайтын болсаңыздар, қосу міндетті емес. Енді мінекей қазанымыздың қақпағын жауып бұқтырып дайын болды. Крышкаларымыз да стерильденіп дайын болды. Мінекей алдын ала банкаларымыз жуылып, 180 градуста духовкада стерильденді. Дәмді иісі мұрынды жарып бара жатыр. Мінекей икрамыз да дайын болды. Енді дайын болған икрамызды бірден бөлек табаққа аударып аламыз. Неліктен? Себебі жер үйде қазан ошақта дайындаған болсаңыз, сіз барлық банкаларыңызға құйып шыққанша артқы жағы кәдімгідей күйіп кетуі мүмкін, немесе қоюланып қалуы мүмкін. Сондықтан бірден аударып аламыз. Енді мінекей алдын ала жуылған, стерильденген банкамызға осындай
жан жаққа шашырап кетпес үшін арнайы крышканың көмегімен құятын боламыз. Негізі жасалу жолы оңай, сондықтан сіздерге кеңес беремін, міндетті түрде жасап алыңыздар. Бұл экраны тек қана мысалы сезон уақытында, жаздың аяғында, күздің басында ғана дайындау шарт емес, яғни кез келген уақытта, қысты күні де дайындай берсеңіздер болады. Азғантай мөлшерде осы сәбіз бен алмадан қосып, азғантай ғана помидор қосып жіберіп, болгар бұрышын қоспай-ақ дайындауға болады. Яғни бұл экраны кетчуп сияқты, кетчуп соус тәрізді кез келген уақытта дайындай беруге болады. Мінекей барлық банкаға бір келкі етіп құйып шықтық. Енді алдын ала кішкентай қазанға майды қатты қыздырамыз да, осылай бір ас қасықтың мөлшерінде кәдімгі күнбағыс майын құйып шығамыз. Неліктен? Себебі дәл осы әдісті маған өзі көрші әжем, орыс әже үйреткен болатын. Бұл туралы да алдыңғы видеоларда айтып өткен болатынмын. Яғни қатты қызып тұрған бір ас қасық күнбағыс майын қосу банкамыздың атылмауына кәдімгідей септігін тигізеді. Енді уксусты алып, мінекей сірке қышқылын ватный дискке азғантай мөлшерде ғана тамызып аламыз да, жуылған, стерилденген мінекей крышкамыздың іш жағын жақсылап сүртіп, банкамызды бірден жауып тастаймыз. Бұл да стерилизацияның бір түріне жатады. Дәл осылай барлық мінекей крышкаларды сүртіп шығып, банкаларымызды жауып шығамыз. Біз бүгін бұрандалы мінекей банкаға жауып жатырмыз. Жалпы маған бұрандалы банкаға осылай аджика приправа жапқанды ұнатамын. Енді қалауларыңызға қарай кәдімгідей автоматты түрде жабылатын банкаларға да жапсаңыздар болады. Жақсылап бұрап жауып алғаннан кейін енді мінекей дөңгелетіп кәдімгідей тексеретін боламыз. Осылай қапталына жатқызып, аударып, төңкеріп, банкамыздың дұрыс жабылған, жабылмағандығын жақсылап тексеріп аламыз. Дәл осылай банкалардың барлығын тексеріп шығамыз. Енді еденге кәдімгідей бір тақтайша қойып, дәл осындай ара қашықтықта барлық жабылған банкаларымызды төңкеріп шығамыз. Одан кейін банканың өзі жаңағыдай әбден суығанша 1-2 күн жылы көрпенің астында тұруы керек. Әбден банка өзі суығаннан кейін жинақтап банкаларымыздың барлығын қоймаға жібереміз. Құрметті көрермендер, сонымен біз бүгін алма қосылған экраны жасадық. Дәл осы рецептпен өзім 30 жылдан астам мінекей басып келе жатырмын. Аллаға шүкір деймін, бір банкам атылып көрген жоқ. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бастысы өте дәмді шығады. Құрметті көрермендер, егер видео пайдалы болса, видео ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, лайк басып, пікірге өздеріңіздің ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Әрбір сіздердің пікірлеріңіз менің бойыма шабыт береді, және де алдағы уақытта әртүрлі осындай тек пайдалы, тек өте оңай, тез жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова.